Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіз білмейтін қызықтар арнасында пайдалы ақпарат, сыраның, яғни пиваның еркек организміне әсері қандай. Пива ішетіндер міндетті түрде қарау керек бұл видеоны және достарыңызбен бөлісулеріңізге болады. Ер азаматтар сыра ішкеннен кейін фитоэстрогендер сыраның құрамындағы тестостерон деңгейін төмендетеді. Тестостерон деңгейі төмендегеннен кейін ер азаматтың шақуаты төмендейді, ұрық сапасы төмендейді. Ең сорақысы ол кезде эстрадиол дейтін гормон көтеріледі. Ол дегеніміз женский гормон. Ал женский гормон көтерілгеннен кейін адам семіреді, қарынға май жиналады. Сол себепті пивадан ең бастысы бас тартқан дұрыс. Ең бастысы салауатты өмір салтын ұстанған дұрыс. Егер ақпарат пайдалы болса, осы видеоға лайк басып, сұрақтарыңыз болса пікір жазып кетіп, алдағы пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.